Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен гүлді, яғни цветная капуста мен баклажанды ерекше етіп әзірлеудің рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен капустамыз бен баклажанымызды жуып аламыз. Баклажанымызды домалақтап тураймыз, ал капустамызды көлемдерін бірдей етіп кесіп шығамыз. Дайын болған капустамыз бен баклажанымыздың үстіне тұз сеуіп, баклажанымызға салқын су, ал цветная капустамыздың үстіне ыстық қайнаған су құямыз. Бетін жауып, 1 сағатқа қойып қоямыз. Дайын болғаннан кейін суын сырқып, жұмыртқамызға тұз салып араластырамыз. Капустамызды жұмыртқаға малып, қызған майға орташа отта пісіріп аламыз. Капустамыз сарғайып піскеннен кейін екінші бетін аударамыз. Баклажанымызды тура солай екі жағын сарғайтып пісіріп шығамыз. Біздің капустамыз бен баклажанымыз дайын. Енді чеснок пен майонезді араластырып, баклажанымыздың бетіне жағып, помидорымызды ортасына салып, шпажкамен қыстырып қоямыз. Қалған баклажандарымызды да солай жасап шығамыз. Ыдысымызға салып, қалағанымызша әсемдеп қоямыз. Баршаңызға ас болсын.